Ал әлеуметті алаңдатқан әлеуметтік мәселелерге тоқталар болса, Елордада көп қабатты үйдің техникалық қабатын пәтерге айналдырып алғандар әлі де бар. Бүгін бізге 9 қабатты үйдің тұрғындары хабарласты. Айтуларынша, ең үстіңгі қабаттағы үй салуға арналмаған жерде адамдар тұрып жатыр. Бірақ пәтерлер заңдастырылмаған. Ең сорақысы олардың коммуналдық төлемдерін 3 жылдан бері осы үйдің тұрғындары төлеп келеді. У нас дом 9-этажный, лифт идет только до 9 этажа, никакого 10-го нет, ни... 10-шы қабат тек лифтіде емес, үйдің құжатында да жоқ. Яғни бұл техникалық қабат, бірақ мұнда адамдар емін-еркін тұрып жатыр. Вот это вещи квартирантов, которые проживают здесь на съемных квартирах. Осындай барлығы 11 пәтер бар. Олар жалға беріледі, бірақ жалдаушылар оны кімнен алып отырғанын айтпады. У кого вы снимаете? Не знаю. Кому вы до этого? Тұрғындардың сөзінше бұл пәтерлерді салған және жалға беріп отырған азаматтың өзі де осы 10-шы қабатта тұрады. Үйіне барып есігін қағып едік, ешкім ашпады. Телефон шалдық. Бүгін келе алмаймын деген ол, бұл қабаттың бәрін сатып алғанмын деді. Я являюсь собственником помещения. Купил его у застройщика. Бірақ сөзін дәлелдейтін құжат сұрап едік, телефоны сөне қалды. Мәселенің анығын білу үшін үйді салған компанияға бардық. Бірақ жауап беретін жан табылмады. Ал қалалық сәулет және құрылыс басқармасы техникалық қабатқа пәтер салуға ешкімге рұқсат берілмегенін айтты. Рұқсат сұрап ауыстыруға 2 рет хат түскен. Құрылыстың қағидалары бойынша тех этаждарды рұқсат бермейміз. Сонда бұл қаншалықты қисынды? Оны қалалық орта сапасы және бақылау басқармасы тексеру тиіс. Бірақ ол басқарма бұл қабаттың ешқандай жеке тұлғаға сатылмағанын, әлі де үйді салған компанияға тиесілі екенін анықтапты. Ал қазіргі мораторий бойынша шағын кәсіпкерлік субъектісінің меншігін бірден тексеруге болмайды. Алайда тұрғындардың қайталап хат жазуына байланысты біз қазіргі уақытта Нұр Сұлтан қаласының әкімінің атына қызметтік жазба жолдадық. Әкімдіктің рұқсат берілсе бізден тексеріс болады. Тұрғындар тексерістің тезірек басталғанын қалайды. Өйткені бұл пәтерлерде тұрып жатқандардың коммуналдық шығындарын осы кісілер төлеп келеді. Вот пишет Астана Энергосбыт. Бұл Астана Энергосбыттың жауабы. Біздің энергия мен жылуға артық ақша төлеп жатқанымызды дәлелдейтін құжаттарымыз жеткілікті. Ашынған азаматтар 3 жылдан астам артық төлеген ақшаларын қайтаруды да талап етіп отыр. Бірақ ол үшін тиісті мекемелердің тексеріс нәтижесін күтуге тура келеді. Амангелді Сейтхан, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.